Жапон халқының нақыл сөздері. Қолыңнан келгенін бәрін жаса, қалғаның тағдырыңа қалдыр. Артық зат, артық уақыт шығыны. Жүректегі жеңілдік қадамыңды да жеңілдетеді. Қарапайым адамдарсыз ұлылар да болмайды. Әйелі мен күйеуі қол мен көз болуы тиіс. Қолың ауырған кезде көзден жас тамады. Көзден аққан жасты қол арқылы сүртеді. Сұрау бір минуттық ұят, білмеу өмірлік ұят. Қиындыққа тап болсаң, өзіңе сен. Жапырақтың суға батып кететін, ал тастың су бетіне шығатын уақыты болады. Бір генералдан гөрі 10 мың әскерді тапқан жеңіл. Ойланып, шешім қабылда. Шешім қабылдап, ешқашан ойланба. Жолда қасыңа серік керек, өмірде дос керек. Ақымақтан асқан жауың жоқ. Қайғы жыртық көйлек секілді, үйде қалдыру керек. Жеті рет құла, 8 рет қайта тұр. Төсекте жатып, ешқашан сүрінбейсің. Адамға күмән келтірместен бұрын 7 рет ойлан. Күліп тұрған жерде бақытта болады. Салқын шай мен тамаққа төтеп беруге болады. Бірақ суық сөз бен көзқарасқа шыдау мүмкін емес. Егер мәселені шешуге болса, оны уайымдап керек емес. Егер шешімсіз болса, оған бола бас қатыру пайдасыз. Жылдам, бұл баяу, бірақ үзіліссіз. Өз жүрегіңнің ұстазы бол. Жүрегіңе сені басқаруға мүмкіндік берме. Кейде бір сәттің өзі
алтыннан да қымбат. Егер әйел қаласа, тауды да жығады. Жақсы сатушы өз тауарларының барлығын жария етпейді. Ит босқа үрсе де, оның артынан бірге жамырай үретіндер табылады. Есі ауысқандар мен ақымақтарға жол бер. Әйел қаласа, жартасты жарып өтеді. Кеткісі келгенге жармаспа, есік қаққанды қума. Жаманның досы болғанша, жақсының жауы бол. Биікке шыққысы келіп өзеуреген жан, түбінде өзіне баспалдақ табады. Күн жақсыларды білмейді, күн жамандарды да танымайды. Күн біреуді жылытайын демейді. Өзін тапқан адам күндей жарқырайды. Теңіздің үлкендігі кішкентай өзендерді де бауырына басатындығынан. Алыс жолда жақыннан басталады. Ішкен адам шараптың зиянын білмейді. Ішпеген оның пайдасын білмейді. Әдемі гүл жақсы жеміс бермейді. Махаббат бар жерде обаның дақтары да беттің шұңқырындай әдемі көрінеді. Бір ауыз жылы сөз 3 ай қыста жауратпауы мүмкін. Тым әділетшіл болу ақымақтықпен шектеседі. Күлкісі жарқын үйге бақ қонады. Қарсыласынан жарты сағатқа ұзақтау төзген адам жеңеді. Кейде бір парақ батып кетіп, тас жүзіп жүреді. Күлімсіреп тұрған жүзге жебе оқтамайды. Суық шәй мен суық күрішке шыдауға болар. Бірақ салқын көзқарас пен ауыр сөзге шыдау мүмкін емес. 10 жаста данышпан, 20-сында кемеңгер, 30-дан кейін қарапайым адам. Ойлансаң, шешім қабылда. Шешім қабылдаған соң, ойланба. Құрметті достар, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.
Сізбен біз болып қазақша контентті қолдап, бұл видеоның астындағы подписаться сөзін басып, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де сіздер подписаться сөзін басып, және жанындағы қоңырауды бассаңыз, жаңадан шыққан видеоларды бірінші болып білетін боласыз. Ал сіздермен бірге болған Білім ТВ арнасы және мен Гүлжанат Темірбай. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.